Қайырлы күн оқушылар, бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 90-шы сабақты бастаймыз. Тақырып болымды және болымсыз етістік. Яғни бүгінгі сабақта болымды етістік пен болымсыз етістіктің айырмашылықтарын білетін боламыз. 28-ші тапсырма. Етістіктерді салыстырып оқы. Олардың мағынасында қандай өзгешеліктердің бар екендігін аңғар. Жүз, жүзбе. Жаз, жазба. Күл, күлме. Барма. Төк, төкпе. Тақ, тақпа. Қосымшалы етістіктерді көшіріп жаз. Түбір мен қосымшаны тиісті белгімен белгіле. Яғни балалар бұл жерде салыстырып оқы деген және мағынасында өзгешеліктердің бар екенін дәлелде деген. Енді осындағы жүз сөзі белгілі бір іс-әрекеттің жүзеге асыруын білдірсе, ал жүзбе ол жүзеге аспауын білдіреді. Жаз ол іс-әрекеттің болуын, жүзеге асуын білдіреді, ал жазба десек іс-әрекеттің болмауын, жүзеге аспауын, қарсылықты мәнді білдіріп тұр екен. Бұл жердегі қосымшалы етістіктер жүзбе, жазба, күлме, барма, төкпе, тақпа. Жүзбе сөзінде жүз етістік, яғни түбір сөз, бе қосымша. Жазба, жаз, түбірі, ба қосымша. Күлме, күл, түбір, ме қосымша. Келесі тапсырма. Мақалды жатқа көркем жаз дейді. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Мақалдың мағынасын түсіндір. Қарамен жазылған етістіктерді салыстырып, олардың мағынасында қандай өзгешеліктер бар екенін айт дейді. Яғни бұл жерде бойыңда адамгершілігің мен жақсы қасиеттерің көп болсын деген мағынады беріп тұр екен. Келесі тапсырма бұл жерде етістіктер бол және болма сөздері. Бол етістігі орындалатын іс-әрекетті білдіріп тұрса, ал болма етістігі орындалмайтын іс-әрекетті білдіріп тұр. Жалпы етістік болымды және болымсыз болып екіге бөлінеді. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ерін, ерінбе, боз, бозба, жұл, жұлма. Келесі 30-ші тапсырма. Тыйым сөздердің қатесін түзеп, көшіріп жаз. Мысалы, бізде осы жерде тыйым сөздер берілген. Мысалы, босағада тұрма, көк шөпті жұлма, малды теппе, ақты төкпе. Бұл жердегі қателер бізде бұлар ешқандай тыныс белгісіз берілген екен. Сол үшін тыныс белгілерін қойып шығамыз. Яғни, босағада тұрма, нүкте, көк шөпті жұлма, нүкте. Яғни бұл жерде бізде тыныс белгілерді қоймай берген екен. Біз сол тыныс белгілерді қойып шығамыз. Байқап қарасаңдар, бұл жерде болымсыз етістікпен жасалған екен. Тұрма, жұлма, теппе, төкпе деген сияқты. Ал енді осы жерден өздерің болымсыз етістіктің жұрнағын тауып көріңдер. Келесі шығармашылық үзіліс. Бізде ребус берілген. Ребустың шешуіндегі сөз болымсыз етістік бола ала ма? Соны дәлелдейтін боламыз. Бірінші сурет бақа. Бақа сөзінің соңғы екі әріпін алсақ, ба және бес сөзінің екі әріпін алсақ, с, бас, ба сөзі шығады екен. Бізде соңғы сурет парта болатын. Парта сөзінің алғашқы екі әріпін алғанда баспа сөз шығады. Яғни ребустың шешімі баспа. Баспа сөзі болымсыз етістік. Себебі болымсыз етістіктің па жұрнағы жалғанып тұр. Оқушылар, сабақ ұнаса, тапсырмалар түсінікті болса, каналға жазылуды, достарымызға жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.